Шәмші Қалдаяқовпен бірнеше жыл жолдас болған Әлімғазы Дәулетханның естелігінен. Түнгі мезгіл еді. Сағат тілі 12-ден аунап кеткен. Біз осыдан бір күн бұрын сол кездегі Ленин ауданына қарасты Турбат дейтін қазақ өзбек аралас тұратын ежерге елді мекендегі Шәкеңе іні болып кеткен Келдібектің үйіне қонаққа барып қайтқан бетіміз болатын. Мені Шәкеңнің қайтарма шабуылынан сақтап қалған бір оқыс жағдай, Қожанасыр хикаяларына бергісіз күлкілі жағдай туралы айтпай кетуге болмас. Шәкеңнің 05 Жигули жүйткіп Шымкент қаласының қақ ортасындағы номер 18-ші почта мекемесінің тұсынан өтіп бара жатқанда екі жол сақшысы ысқырық шалып тоқтатты. Ағамыз өзіне тән ұқыптылықпен керекті құжаттарын алып, әлгі жас жігіттерге барды. Неге екені белгісіз ұзақтау тұрып қалды. Қолын сермелеп дауысы қатты-қатты шыға бастады. Шәкең әдетте өте қарапайым киініп жүргенді ұнатушы еді. Жазды күндері рөлде отырғанда үстіне қысқа кең жейде, аяғына сүйретпе шәркей іліп жүре беретін. Қонаққа немесе ресми орындарға киіп барар сәнді киімі мұздай қатталып ілгішке ілінген бойда машинасының артқы орындығында ілініп тұратын. Сол күні Келдібектің үйінен шығарда өзі айтатындай кәдімгі шоферлік формаға көшкен еді. Сырт көзге шынымен оғаш, қораш көрінетініне тіпті де мән бермейтін. Шәкең күйбеңдей тез-тез басып келді де, машинаның артқы есігін жұлқа ашып, киім ілгіште тұрған костюмына қол созып жатып күйгелектене. «Өй, мына сүмелек патсандардың қорлығының өтіп кеткен-ау, жеке құжаттарымды көрсетіп, мен Шәмші Қалдаяқов деген ағаларың боламын десем, өй аға, сіз де қайдағыны айтады екенсіз, Шәмші баяғыда арақтан өліп қалмап па еді, фамилиялас біреу шығарсыз, жол ережесін бұзып алып ақталу үшін өстіп қайдағыны айтатын адамдар көбейіп кетті деймеу. Мен көрсетейін бұларға баяғыда өліп қалғанды. Мына комсомолдың лауреаттық төс белгісінде біреуден ұрлап алған шығармын. Апырая, мына надан балалар шынымен Шәкеңді танымай келемеш деп тұрма, ұят болды-ау деп, мен де машинадан шығып жүгіре басып бардым да. Ей жігіттер, бұларың не? Ұяттарың қайда? Көздеріңе не көрініп тұр? Қазақтың ұлы композиторын танымағандарыңмен қоймай, тірідей өлтіріп тастағандарың қайсысқандарың? Бос сөзді доғарып ағаларынан кешірім сұраңдар. Сауатсыз неме болмасаңдар, қолдарыңдағы құжатқа жөндеп қарамайсыңдар ма? Бұл неткен ұятсыз сорақылық деп қатты жекірдім. Шәкең қатты қорланғандай ызадан кекештеніп булыға. Ей, ертең генералдарыңа айтып погондарыңды жұлғызамын, көрсетемін сендерге өліп қалған Шәмшіні деп айғайлады. Құжаттарға қайта үңіле шұқшиған екі сақшы саусағы дірілдеп дауысы да бұзыла қарлығып жалынышты үнмен. Кешіріңізші Шәмші аға, бір білместік болыпты, ұятқа қалыппыз. Жұмыстағы бір қуауыздардың қасқыр әңгімесінен сондай бір қаңқу сөздер естіп едік. Кешіре көріңіз ағатай деп Шәкеңді құшақтай шалғайына оралды. Қап, мына иттерге дауа жоқ екен. Болды, кеттік әлеке, тірі бізде үйге жетіп алайық деп күлді.